Barchaga salom dostlar, sizlerмен sport жаңалықтары. Видеоны басамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Батылдықтары жетсе, доминикалық нокаутшы Алимхан ұлы мен Головкинге сес көрсетті. WBS ұйымының уақытынша чемпионы атағы үшін жекпе-жекті 3-ші раундында мексикалық Хуан Масис Монтиелді нокаутқа түсірген доминикалық Карлос Адамес орта салмақты чемпиондармен айқаспақ. Жәнібек сияқты Головкин салмағындағы чемпиондық айқас нокаутпен бітті. Орта салмақты ең мықты мен екенім анық. Ал аты шыққандарды менімен жұдырықтасуға батылы жетіп қашпайды деп ойлаймын. Дивизиондағы барлық чемпионмен жекпе-жекке шығып жеңгім келеді, деді Адамес. Орта салмақты Джермар Чарло, WBS, Геннадий Головкин, WBI Super, IBF, IBO. Жәнібек Алимханұлы WBI чемпионы екені айта кетейік. Оған жаным ашиды. Канелоны жеңген Биволдың келесі қарсыласы. Екінші орта салмақты әлемнің бұрынғы чемпионы Хильберто Рамирес, жартылай ауыр дивизионда WBI чемпионы Димитрий Биволды жеңетініне сенімді. Биволдың ірі және мықтырақпын. Оған жаным ашиды. Өйткені ол дауылдың астында қалды. Мен брекаут боксинг залында жатыққаныма ұзақ болды. Ол жерде маған дұрыс кеңестер берді. Өзімді тамаша сезінемін. Мен үшін әрі жекпе-жек маңызды, бірақ алдағы ерекше. Өйткені онда WBI чемпиондығы сарапқа салынады, дейді мексикалық боксшы. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.